Сәлем достар, бүгін мен сіздерге 33 және 34 бөлімді ұсынатын боламын. Бүгінгі бөлімде Махир Жанфизаны әйелі ретінде үйге әкеледі. Оған Афет қарсы шыққанда Махир оған «Мен саған Жанфизаны әйелім ретінде әкелем деген едім, сөзімде тұрдым» деп кетіп қалады. Барлығы солардың соңынан кетеді. Оны көрген Севда мен Ферман есеңгіреп қалады. Афет болса Махирмен ұрсады. Махир оған «Енді қоймайтын болсаң, мені бұл үйден көрмейсің» деп қысқа қайырады. Афет не дерін білмей кетіп қалады. Асаф оларды жылы жүзбен қарсы алады. Жанфиза Махирге әйелі деп қарағанына риза болады. Махир оған «Арамызда не болса да, қандай шарт болса да, бұларға тіс жарма. Біз мұнда тұрақты қала алмаймыз, және мен өз сөзімде тұрамын. Әкемді өлтіргендерден өшімді аламын. Соның ішінде сенің әкең де бар» дейді. Сүрия «Есімнен кетші, ойымнан кетші» деп өз-өзімен қиналып отырады. Оның жанына Махир келіп не болғанын сұраған кезде «Балам, Жанфизаның әкесі Немрут емес пе? Сен соған үйленгеніңді әкеңе айттың ба?» деп уайымдап отырады. Ол болса «Анашым, мен әкеме айттым, ол рұқсатын берді, алаңдама» дейді. Жанфиза сары қазымындап Махир екеуі үйленіп, атасының үйіне келгендерін айтады. Оны Саваш естіп отырады. Селим медбикеге «Оны іздеп келгендерге жағдайы нашарлап барады деп айтасың. Менің адамдарымның біреуін маған жібересің, оны ешкім білмейтін болсын» дейді. Рашид Кürшатқа Махир мен Жанфиза үйленгенін айтады. Кürшат түсінбей қалады. Ол оған «Бұны сен істедің бе?» деп ұрсып жатырғанда, дәрігер оларға келіп Селим айтқандай оның жағдайы бақылауда, әзірге өзгеріссіз дейді. Селимге қызметшісі келеді. Ол оған Махирдің көлігіне бомба қоюды тапсырады. Ол Махирді толық бақылауды тапсырып, «Менің оянғанымды ешкімге айтпа, тіпті Рашид те білмейтін болсын» дейді. Ол Махирден құтыламын деп кектеніп жатады. Гүлизар Афеттің бөлмесінде отырады. Кенет Асаф келіп Афетке «Енді ерегесуді қойып, немереңнің таңдауын қабылда» дегенде, Афет оған тағы да қарсы шығып, Асафтың оған үйді жазғанына ренішін айтады. Севда мен Фарман қонақ үйге келеді. Севда оған «Біз 20 жылдан кейін балайын өткізіп жатырмыз, мүмкін баламызда болып қалар» дейді. Ферман оның бұл ойын жоққа шығарады. Салих пен Махир мейрамханада кездеседі. Махир Салихке Жанфизаға тойдағы әрекеті үшін сенбейтінін айтады. Салих «Сен оны жақсы көресің» дегенде, Махир оның ойына қарсы шығады. Ол оны Селимнен қорғау үшін үйленгенін жеткізеді. Кешкісін Кürшат үйге оралғанда, анасы оның сүйікті тағамын жасап қарсы алады. Кürшат таңғалып «20 жыл бұл сәтті күткен едім» деп жеткізеді. Анасы оған «Бұл Жанфиза мен Махирдің құрметіне» дейді. Анасы Кürшатқа «Енді адам бола бастадың» деп риза болады. Жанфиза Махирге звондап, ол отырған мейрамханаға келеді. Ол Махирдің сөзін тыңдамастан өз дегенін істейді. Кürшат Савашқа «Сені маған өлді деп айтты, сенің келгенің қандай жақсы болды» дейді. Саваш одан «Неге сізді қамап қойды?» деп сұрағанда, Кürшат Рашидтен кек алмақ ойы бар екенін жеткізеді. Саваш одан «Неге Махир мен Жанфизаның үйленуіне жол бердіңіз?» дегенде, Кürшат оған бұл мәселеге араласпауын өтінеді. Селим дәрігерге өзінің ішкі дүниесімен бөліседі. Ол оған «Мен 22 жаста едім. Өмірімде алғаш рет әкемнің досының қызына ғашық болдым. Ол сондай сұлу еді. Бір-бірімізге ғашық болған едік. Бақытты болар едік. Алайда олай болмады. Мен сүйген қызбен менің өз әкем үйленді. Мен шарасыз қалдым. Содан кейін менің Фаридам ішіндегі баласымен өзіне оқ атып қол жұмсады» дейді. Селим дәрігерге «Мұндай жағдай екінші рет қайталанып жатыр. Алайда бұл жолы өзіме тиесіліні ешкімге бермеймін» дейді. Психиатр оған сабырлы болуға шақырғанда, Селим оған айқайлап бөлмеден қуып шығады. Түнде Селимнің адамы Махирдің көлігіне бомба қыстырып кетеді. Жанфиза ұйықтамақ болғанда Махир одан бөлек жатып, оған қасына жатып алмауын ескертеді. Бұған Жанфизаның көңілі түсіп кетеді. Махир таңғы келіп, Асафтан «Ферман неге кетіп қалды?» деп сұрайды. Ол атасына «Үй-жайдың қажеті жоқ, ондай дүрбелеңді қаламаймын. Қажет болса үйді кері қайтарып беремін» дегенде, атасы Ферманды «Жауапкершілігі жоқ, біраз қиналып өмір сүріп көрсін, өз еркімен күн көрсін» деп ойын айтады. Селим Махирге орнатылған бомбаны қадағалап отырады. Бір кезде ол Махирдің көлікке отырғанын көреді. Афет Жанфизаның Сүриямен сөйлесіп тұрғанын көріп, «Күндердің бір күні сені бұл үйден қуып шығамын» деп Жанфизаға ескертеді. Махирге Салих келіп, Нури комиссардың зейнетке шығуына ұйымдастырылып жатырған отырысқа шақырады. Сүрия асханада тамақ дайындамақ болып жүреді. Оны Афет байқап, Гүлизарға бұл туралы айтады. Гүлизар оны қолдап «Сіз 30 жыл бойы осы үйдің ханымы болдыңыз, оларға оңайлықпен жеңілмеңіз» деп қайрап қояды. Махир жолда келе жатып, оның артынан келе жатырған көлікті байқап қалады. Селим болса сағатына қарап, «Бүгін 12-де бум деп жарылыс болады» деп қуанып жатады. Кешкісін Махир Жанфизаны алып отырысқа кетпек болады. Ол Жанфизаны сөздерімен тағы ренжітіп алады. Ферман мен Севда да мейрамханада көңіл көтеруді ойлайды. Бір кезде Афет Ферманға қоңырау шалады. Ол болса жауап бермейді.
Афет альбомдағы суреттерді қарап, жас кезін есіне алып, ол сол кезде Гүлизарға оның ұлы шетінеп кетіп, Фатма деген әйелдің баласын асырап алғанын, оны Гүлизар үшеуінен басқа ешкім білмеуі керек екенін, ол Гүлизарды қамқорлыққа алатынын айтқанын ойлап жылап отырады. Махир отырыста отырғанда достары олардың үйленгенін естиді. Инжи деген қыз Махир мен сыныптас болғанын жеткізеді. Инжи Жанфизаға сұрақтар қойып отырады. Ол Махирге ұнамайды. Ферман мейрамханада демалып отырғанда кенет ән айтуға Афсина шыға келеді. Ол Ферманды көріп, оған қош келдіңіз деп жатырғанда, Севда оны қызғанып, бұл әйел кім деп шу шығарады. Жанфиза әжетханаға келгенде Инжи оған: Махир ақыры үйленіпті ғой, мен оны үйленбейді деп ойлаушы едім, біз жақын дос болдық, сен мінез ауыр адамға тұрмысқа шықтың, ол не себептен Кürşat Kelimci'дің қызына үйленген деп ойламайсың ба, оның жоспары бар ма, әлде ол саған қатты ғашық па дейді. Жанфиза ойланып тұрады. Ол орнына оралып, дастарханға отырмастан кетіп қалады. Махир оның артынан шығып: сен мені ұятқа қалдырдың, неге кетіп қалдың деп тиіседі. Жанфиза оған Инжидің айтқанын баяндап береді. Екеуі тағы да ренжісіп үйлеріне кетіп қалады. Афсина Ферманның үстеліне отырғанда оларға басқа адамдар тиісе бастайды. Бір кезде олардың ұрысы төбелеске айналады. Махир Жанфизаны үйге келіп, өз ізіне түскен көлікті байқайды. Ол басқа көшеге шығып, әлгі көлікті басқа бағытқа шатастырып жібереді. Селим сағат 12-ні күтумен болады, бірақ оның жоспары жүзеге аспайды. Махир Кürşatпен кездесуге таксимен келеді. Ол Кürşatқа оның ұсынысын қабылдағанын, бірге жұмыс істеуге келісетінін жеткізеді. Ферман Асафқа звондап бөлімшеден алып кетуін өтінеді. Асаф бұл мәселе бойынша Махирден көмек сұрайды. Кürşat Селим мен Рашидке тауарларды тасымалдайтын Лорд есімді адам тапқанын жеткізеді. Селим екеуі оған: ол бізді неге таңдады деп күмәнмен қарайды. Кürşat болса олардың сеніміне кіреді. Жанфиза заттарын жинап үйден кетпек болады. Ол Махирге хат жазып, әкесіне звондап алып кетуін өтінеді. Гүлизар мен Афет Ферманның әрекетін әңгімелеп отырады. Афет оған: мен оны өз баламдай қарадым, ешкімнен кем қылмай өсірдім деп бұрынғы уәдесін есіне түсіреді. Гүлизар оған: өйткені ол әкесі Осман сияқты пайдасыз деп жатырғанын Жанфиза естіп қалады. Ол екеуі Жанфизаны байқап қалып: сен естідің ғой деп тап береді. Ол қашып бөлмесіне кеткенімен Афет екеуі оның артынан барып: сен бәрін естідің, әдейі тыңдап тұрдың деп тиіседі. Махир көлікке мінеді. Селим бұл сәтке қуанады. Жанфиза оларға: мен ештеңе естімедім деп ақталумен болады. Кürşat жеке жайға келеді. Жанфиза: мен ешкімге айтпас едім деп ақталып жатырғанда байқамай құлап кетеді. Кürşat оның даусын естіп үйге қарай беттейді. Жанфизаның ес-түссіз жатқанын көріп Сүрия Махирге хабарласады.